Ассалаумағалейкум достар, ютуберлікке жол 7-ші бөлімге қош келдіңдер. Бүгінгі видеоның тақырыбынан көріп тұрғандарындай, мен өзіме жаңадан бір арзан машина сатып алатын боламын, және де маған подписчиктерім подарка беретін болады. Бүгінгі видео өте қызықты болады, так что чай печеньеларыңды алып отырыңдар, ал ендеше біз бастаймыз. Егер де менімен бір ойнағыларың келсе, описанияда тұрған ссылкаға өтіп, блогерашаны жүктеп алып, Владимир серверін таңдап, сені ойынға кім шақырды деген жерге Духа YouTube деп жазатын болсаң, саған өте кереметтей бонус беретін болады. Ал достар, бізде обновлениеде новыйдан БП шыққан болатын, блокпас, яғни сол жерде, мен уже 16-шы ойынға жеттім. Мұнда, ежедневныйдан, мен екеу бітірдім, ал ең қиындардан барлығын жасап тастаған болатым. То есть қиындар дегенде көп беретіндерде. Ал мына жақта, мен уже 77 000 рубль қалтамда бар. Бүкіл ақшаға не істедім дегендер болатын болса, бүкіл ақшаға мен өзіме сет құраған болатымын. Бүкіл ақшаға емес енді, жарты ақшаға басқа да бір зат алған болатым, оны ұмытып қалдым. Достар, мен немеден осы обновлениедегі событиядан сол жақта ақшаны құртқан болатымын. Ал мен қазір қайда бара жатырмын? Ал мен қазір казиноға, яғни казикқа крупье болуға қарай бара жатырмын. Мен казикқа барамда, крупье болып, примерно бір 180 000 не болмаса 200 000 тауып, қайтадан шығып басқа жаққа қарай баратын боламын. Достар, мұнда Lexus дегеннен, мен Lexus дегенге, ақша таптым. Енді, менде 77 000 рубль бар. Енді ақша таптым дегенде столик таптым. Нағанка 1-2-3 деген кезде счет айтасын дедім. 5 фрапса көріп жатырмыз. Столикті мен сатып алғалы жатырмын 30 000 рубльға. Пай 634, 2500 деп тағы жібереміз. Все, 10 000 жібердік. 15 000 жібердік. Тағы 20 бердік, и последний, и все. Біз 30 000 рубль бердік, енді ол бізге, получается, столик беру керек. Енді біз на жерде күте тұратын боламыз. Все, ловиш дейді. Да, ловил. Күтеміз. Ловить етіп алу керек, бізге словить етіп алу керек, но столикті словить етіп алмаса. Все, достар, біз словить етіп алдық. Души деп жазайық, лучший деп жазайық, лучший словил дейді. Да, деп жазайық. И достар, мұнда маркетплейста плюсикті басып, менде осы БП-дан тағы да басқа событиялардан шыққан аксессуарларды мен, арзан бағаға, маркетплейсқа қойып жатырмын. Себебі бұл скиндар, яғни аксессуарлар маған мүлдем керек емес. Мен даже мұндай аксессуарлар тақпаймын да, так что мен бұларды маркетплейсқа қойып жатырмын. Бұл да бізге бір көмегі тегісін дегенім ғой. Менің қалтамда 258 000, ол қайдан десеңіздер, жаңа маған Бика деген бала ақша көп берді. Рахмет. И, мұнда Виба, Версачи деген мен подписчигім тоже маған дофига ақша беріп отыр. Қараңыздар, балигім уже 400-500 мыңнан асып отыр. Ебать, достар. Бүгінгі видеоны көріп отса, Виба, Версачи, мен саған көп-көп рахметімді айтам. Бұйырса, ертең не болмаса, бүрсі күні мен новыйдан өзіме фарм ашатын боламын. Сол кезде Бека екеуінді мен замығылатын боламын. Және де Виба, астыға, номерінді или тігінді жаз кет. Сол кезде мен саған жазам, мен сені зам қылам, бұйырса Алла қаласа. Сондықтан, сенің көмегің керек болып отыр срочно, так что от души саған дәл әлі ақша беріп отыр. Сенің көмегің маған ауадай қажет, Виба. Так что от души саған көп ақша беріп отқанына, сенің осы ақша бергеннің өзі маған көп мотивация. Және де лайк басқандардың, және де маған мотивация, тағы да тіркелгендер мотивация. В общем айтқанда, бәрі мен үшін сіздердің мотивацияларың ғой. Жаңа бұл рынокта алған машинаны тюнингтеп жатырмын. Мұнда тонировка қою керек оған. Енді алдыңғы видеода маған біреу жазып жіберіпті комментарияда қалай тонировка қою керектігін білмесең осындай деп көрсетіп жіберіпті. Нолға қоясың там. И менің қалтамда уже 877 000 ана бала маған подарканы айырып берді. От души саған бүгінгі видеоны көріп отырсың. Мынаны қара түске қоямыз, 0-ға апарамыз, 21 800-ге сатып аламыз. И бізде 21 800 рубль минус. И готовые цвета ананы аламыз, и оны артқа қараға қоямыз. И енді ана қаран басамыз, 21 800. И бізде минус. Енді достар, міне тонировканы салдық. Енді кезек, бізде стробоскоп қою керек.
енді 51.800 рубльға, короче, стробоскопты сатып алдық, и бізде 51.800 рубль минус. Енді әдемі. Енді бұған спорт қою керек, и артқа бір номерный знак қойсам, все. Енді вип казахский машина болады. Онда Бека деген бала мен подписчигім жүр. Балам бері до конца менің артынан қалмай жүр. Подписчигім аға деп, короче, мен жаным алып алдым бұл баланы, мен жанымда телохранитель болып жүр десең, иә. Короче, қазір артқа еніз қоямыз. Все, 111 деген номерный знак қойдық. Енді машинаны ашамыз, и ары қарай спорт қоюға қарай жолға барамыз. И менде 850 рубль бар, және Бека деген бала маған өзінің машинасын госқа сливать етіп маған ақша беріп атқан 90 рубль. И мынан бәріне спорт қоямыз, и бізде фул спорт болатын болады. Енді турбонатув қоямыз, так, все қосамыз, и все. Бізде официально осындай спорт. Енді қазір, так, машина ашамыз. Бекаға, короче, қазір біз ПТС-ті көрсетіп жүрек, енді бір не дейткен, шокын көрейік, реакциясын көрейік. Все, қойдық. Енді что? Опа, не еткен достар, вообще маған қызықты болыпты, что-то. Ебану, ой, бойно, номерный знакқа неме қызығы жүр ба? Все, бәрі нормально. Спорт тұр, Nitro Onix тұр, тағы да басқа, короче. И неме біз қайда барамыз? Біз қазір мына көліктің максималкасын тексеруге қарай бара жатырмыз. Максималкасын деген енді максимально қаншаға баратынын барамыз. Көреміз, то есть. Енді біз кеттік, короче, мынау Казикқа апарып тастаймыз. Казикқа барайын ба деген сияқты айтады. Жо, бармай қой деп тұрмын. Достар, лучше Казикқа бармаңдар. Лучше мен видеомды көріп, шабыттарын ашылып, нормально новыйдан аккаунт бастарын ауырған барлығын демалтып, в общем, әдемі қып, новый аккаунт ашып, соны имуществоны дамытыңдар. Мен сияқты, короче. Так, енді қазір мына жерде үш жасап жүреміз деген сияқты, короче, үш жасап жүреміз. Ой, соңғы жағы сәл болмай қалды енді. Так, и все, да. И достар, бүгінгі видео осымен аяқталды. Сендермен болған бұл мен Духа. Ал ендеше сау саламат болыңдар. Бүгінгі видео қысқа болып қалды, енді айып етпеңдер.